Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Ал саламатсыз ба? Міне мен қазір өзімнің тәлімгерім BP компаниясының мықты көшбасшысы арнайы Тараз қаласынан келді, кездесіп отырмын. Және сұрақтар бар осы 58 өніміне жасушалық. Қандай сұрақтар? Өйткені кейбір адамдар осы өнім жайлы естіп атам, жаңағы бұл дәрі бат өтірік деп айтады мысалға. Ал бірақ қаншама адамдар осыдан нәтиже көріп жатыр. Жаңағы осыған қатысты не айтасыз? Осы өнім жайлы, құрамында не бар, қандай өнім, қайдан келіп жатқан өнім? Сіз енді мен білем, көп жылдан бері осы BP компаниясында айналысып жатсыз, сол үшін сізден сұрап жатқаным. Рахмет, Руслан, саламатсыздар ма? Енді бұл жасушалық өнім ғой. Бұл Elevate 2016 жылдың қараша айында шыққан болатын, 2017 жылда әлемдік нарыққа шықты. Енді 100-ден аса мемлекет осы өнімді қолданып жатыр. Бұл ешқандай биологиялық активті қоспа емес, ешқандай дәрі емес, дәрумендер емес. Бұл әрбір адамның ағзасына керек жасушалық өнімдер. Бұның құрамы көптеген саңырауқұлақтар, сол көп адамдарға таныс кордицепс, гонодерма, чага деген мысалы адамды жасартады, мына жүрек қан тамырларының ағымын жақсартады. Кордицепс ол табиғи антибиотик болып саналады. Сондай-ақ жаңағы бүткіл микро-макро элементтерге өте бай, мысалы кальций дейді, магний дейді, біздің ағзамызға күнделікті керек. Және де темір қышқылы, йод деген сияқты. Және дәрумендер кешені бар бұл жерде. Бір ғана дәрумен емес, бірталай дәрумендер кешені, ол А, Б, С, Д, Е, К дәрумендері. Сондықтан әрбір адам бұл өнімді қолданған кезінде, Elevate өнімін, ең бірінші күннен бастап ол күш-қуат сезетін болады. Күш-қуат сезу арқылы, күш-қуат сезінген кезде адамның бір депрессиясы кетеді. Стрессте жүрген адамдардың көңіл күйлері көтеріледі. Солардың бәрі болған кезде адамның бір еңсесі көтерілетін болады. Иммунитет жоғарылайды, адамды жасартып шығарады. Бет әлпеттің мынау адамның терісі өзгеріп ағарады, жалтырайды, және де адамның жасы да ұзарады. Соның ағза тазаланған кезде әрбір жасушамыз біздің микро-макро элементтерге қоректенген кезде, дәрумендермен қоректенген кезде адам бір жасарады бастайды. Сондықтан ең бірінші біздің BP компаниясының өнімі 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Сондықтан қазіргі таңда көптеген елдер, көптеген мемлекет осы өнімді қолданып, қаншама адамдар нәтиже алып жатыр. Енді сіз өзіңізде қандай нәтиже бар осы өніммен? Иә, мен 2017 жылдың аяқ жағында осы BP компаниясының Elevate өнімімен таныстым. Ол кезде енді мен өзім денсаулықта біраз проблемалар болған. Өйткені мен өзіміздің дәрігерлердің тізімге алған болатын. Мені қан қысымым өте жоғары болатын. 200-ден асатын күнделікті. Сондықтан ағзадағы қанттың мөлшері де үлкен болатын, 12-14 болатын. Менің мына қолым біраз жыл дірілдеген болатын, бұл тремор деп аталынады. Соның бәрін тексере келген кезде менен 10-шы жылы ғана байқады. Менде қалқанша без өте жоғары деңгейде өсіп кеткен, ол 10 сантиметрдей. Қазіргі таңда осы өнімдерді қолданып, менің басымның ауырғаны кетті, көзімнің көруі жөнделді, қан қысымым нормаға келді, ағзадағы қанттың мөлшері де дұрысталды. Және де өзімді бір жақсы сезем. Мен қазір жасым 58-ден 59-ға қарай кетті. Сондықтан қазіргі таңда өзімнен арқылы естіп, біраз адамдар осы тамаша өнімді қолданып, көп адамдар алғысын жаудыруда маған. Осы өнімнің алдында дәрі бірдеңе іштіңіз бе? Олар көмектеспеді отыр. Мен 10 жылдай жаңағы дәрілерді қолданған болатын. Енді құр дәрімен отырмадым. Мен жаңағы көптеген шөптерді қайнатып іштім. Одан қала берсе, жаңағы біздің Тараз деген кішкентай қала ғой. Сондықтан жаңағы көптері жаңағы баттарды әкеп береді. Енді бат ол биологиялық активті қоспа. Ал бұл кәдімгі тамақ, дұрыс тамақтану деп аталынады. Сондықтан жаңағы оларды қолдандым, нәтиже болмады демеймін, бірақ енді менде толықтай нәтиже болу үшін мен осы өнім, бір ғана капсуланың құрамы жаңағы 23 түрлі компонент бар дедім ғой. Сондықтан менде тез нәтиже болғаны осыдан.
өйткені БАДыны қолдансам, жаңағы биологиялық активті қоспаны, оны бөлек-бөлек аласың. Ал мына жерде бір капсуланың құрамында соның мен жаңағы бөлек-бөлек алып отырған заттың бәрі осы бір капсулаға орналастырып қойған. Керемет. Мына бұл өнімді сіз естігенде сразу қабылдадыңыз ба? Сенбей, андай не болған жоқ па? Сенбей, Әрине, керек емес деген әрине, сияқты. Руслан, ол сенбеушілік деген болды менде. Иә. Өйткені мен көп дәрі қолдандым, көп жаңағы биологиялық активті қоспаны қолданып, Қорқыныш болды. Иә, сондықтан мен мынанша өнім қолданып, менде нәтиже дұрыс емес, ал мына бір капсула маған не істейді деп мен ойланғаным рас, ол еді адамбыз ғой барлығымыз. Кейін енді қолданғаннан кейін мен нәтижені жақсы көрдім. Қазіргі таңда енді осы менде отасыз қалқанша без жойылды. Мына көкірегімдегі омыраудағы киста дейді ғой, соның бәрі кетті. Мына қолымның қалтырағаны ол менде 7-8 күн кетті. Бұрын 7-8 жыл ол қолым қалтырап тұрса, ал мына 7-8 күнде менің қолым қалтырауы кетті. Енді мына қан қысымы енді біраз уақыттан кейін кетті. Қантым дұрысталғаны. Сондықтан менің айтарым Русланға сұрап көріңіздер, Русланға хабарласыңыздар. Өйткені Руслан қазіргі таңда осы өнімдерді қолданып, қаншама адамдар алғысын жаудыруда. Мен тағы бір сұрақ. Рахмет. Енді адамдар әртүрлі ғой. Біреулер айтады, мен ішіп жатырмын, 1 ай болды, 2 ай болды, бірақ нәтиже жоқ. Қалай болды жаңа сұрақ қояды? Ол дұрыс сұрақ негізінде. Ол дұрыс сұрақ. Әркім әртүрлі да? Әркім, мысалы, Руслан, сен екеуміздің ағзамыз, сенікі басқа ағзаның структурасы дейді ғой, менікі басқа. Сондықтан біреулер ерте алады, біреу кеш алады. Ол жас кәріге қарамайды. Бірақ әркімнің ағзасы, мысалы, біздің ағзамыздағы, мысалы, тоқшек пен тігішек 12-13 метрден екен әрқайсысы. Соның ішінің бәрінде шлактар толып тұрған болатын болса, оны кетіру үшін, ол енді жаңағы ота емес қой, ол алаттағы қырып алып тастайтын нәрсе емес, ол біраз уақыт керек болады. Оның бәрін жібітеді, одан кейін барып жаңағы тазалайды ағзаны сол кезде. Ал енді капиллярларымызды санайтын болсақ, ол тек мына ғалымдар айтып отыр ғой, әрбір үлкен адамның ағзасындағы капиллярларды созып келіп жіберсе, ол 140 километрге шейін жетеді екен дейді. Сондықтан ол енді мен логикаға байланысты, логиканы қосу керек кішкене. 140 километрді тазалап шыққанша ол біраз уақыт керек дейсің ғой. Иә, біраз уақыт. 2 ай ішіп тоқтату емес. Ұзақтау ішкен жақсы. Иә, бұл кәдімгі тамақ қой. Мынау жейтін тамақтарымыз мынандай сияқты. Енді сол сияқты дұрыс тамақтанған кезде, бұл дұрыс тамақтану деп қазір ғалымдар айтып жатыр, сен дұрыс тамақтанған кезде ағзаң сені мен емдемеймін, оған дәрігер болудың қажеті жоқ. Ағза өзін-өзі көтереді, өзін-өзі емдейді. Жасушамен жұмыс істейді. Иә, жасуша. Космонавттар ішетін тамағына жатады ғой. Иә, біздің сол таңғалатынымыз, бұл 70 жыл бұрын космонавттар қолданған болатын болса, бізге қазір келіп жатыр осы космонавттардың өнімі. Сондықтан сублимациялық құрғақтандырылған өнім. Яғни тамаққа эконом дейсіз ғой, продуктқа эконом. Оны айтпаңыз, таңертең сіз мысалы жұмыртқа жейсіз, болмаса колбаса, нан жейсіз. Ал біз таңертең осы бір капсуланы қолданып аламыз дағы жүре береміз. Бұның ішінде жаңағы саңырауқұлағы да бар, микро-макро элементтер бар, дәрумендер бар. Соның бәрі біздің таңертеңгілік асымыз. Күні бойы жұмыс істейтін осы тамаша өніміміз Мен байқадым. Мына ішкен кезде қарның ашпайды ма? Сондай бірдеме жүре бересің ғой. Иә. Одан кейін тағы бір сұрақ. Көбіне адамдар ішеді ғой. Бірден жаңа миға басқа. Басым алып кетті, ойбайды қорқып ішпей қоятындар бар. Ол қалай? Иә, дұрыс айтасың, Руслан. Қазіргі таңда мынау адамда стресс көп заман ғой. Стресс көп, оның үстіне мынау ауа райы бар, жейтін тамағымыз бар деген сияқты. Сондықтан бұл есте сақтау қабілеті әсіресе мына зейінді жақсартады екен. Дұрыс тамақтанған кезде мына миыңыз ашылып, қан дұрыс жұмыс істей бастаған кезде мына зейініңіз де ашылатын болады. Сондықтан есте сақтау қабілеті, мысалы, адамдар айтады ғой, мына есімде сақталмайды деп. Соның бәрі нормаға келетіні сондықтан. Мидан бастайтын болып тұр ғой. Иә. Сондықтан бірінші кездерде бастарыңыз ауруы да мүмкін. Ол дұрыс, жаңа обострение деп айтып жатады, ол дұрыс. Сондықтан одан өткен де дұрыс та. Өйткені әрбір ағзаны тазалау үшін де оны тазалау керек қой. Тазалаған жерде енді тазалағаннан кейін ол оңай шықпайды. Одан енді бір сұрақтар шыға береді осылай. Әсіресе әйел адамдар
мынаны ішеді, қолданатын базовый өнім ғой енді. Толып кетеді жаңағы. Не үшін толып кетеді? Дұрыс айтасың. Ол да өте тамаша сұрақ. Енді ең бірінші кездерде адамның толуы мүмкін. Толып кеттің ғой дейді ғой. Кейбір адамдар жаңағы керісінше салмақты тастап жіберуі мүмкін. Толған себебі өйткені ағзада мынау шлактар деген бізде шлактарымызшы. Соның бәрін жібіткенде, мысалы, қатып қалған нанды алайық, Руслан. Қатып қалған, иә. Сол мысалы, соны су тигенде не болады? Ол кішкене үлкейеді. Сол сияқты ол жібиді. Сондықтан біздің ағзамыздағы да мына цемент сияқты болып тұрған шлактар жібіген уақытта адам өзін бір толып кеткен сияқты сезеді. Содан кейін ол жібіп барады дағы бір күні оны жаңағы шығарады сырттан. Иә, жайлы шығарған кезде адам өзі табиғи қалыпқа келеді, табиғи формасына келеді, иә. Осындай екен. Түсінікті. Мына жерде тағы бір өнімді көріп тұрмын осы. Бұл қандай өнім? Хайдрейт өнімі. Осы өнім. Енді біз BP компаниясының өнімдерін шығарып жатқан ғалымдар өте мықты, өзіңде көріп жүрсің, қазір Zoom желісіне шығып жатыр бізге ғалымдар. Сондықтан мына хайдрейт өнімі біздің мына өнімдерді қолданған әрбір адам бұл микро-макро элементтерге, дәрумендерге бай ғой. Сондықтан бұны қолданған адам су ішу керек. Сумен бірге. Су барған уақытта ағзадағы жаңағы тұрған шлактар ол жаңағы соларды тазалап шығады. Әрі десе сумен бірге жай-жайына мынау ішіндегі құрамындағы заттар жай-жайына кетеді да. Сондықтан жаңағы біздің ғалымдар ойластыра келе мына Жапон елінде Окинава деген құрлық бар. Остров Окинава дейді ғой. Сол жерде адамдардың жасы ұзақ адамдар белсенді өмір сүруде екен. Сондықтан бұлар неге деген уақытта Жапон елінің бәрінде емес, сол жағы құрлықта, Окинавада. Сондықтан неге деп зерттей келген кезде олардың суында иондық кальций көп екен. Содан ал иондық кальций біздің ағзамызға өте пайдалы. Ол қосымша бізге кальций береді. Кальций жоқ десе, мына сүйектердің де жаңағы сынғыш болатыны, сүйектердің де жаңағы бір ыдырауы. Содан ғой. Содан жаңағы компания сол жердегі жаңағы құрлықтан жаңағы заводты сатып алып, осы хайдрейт өнімін бізге шығарып беріп отыр. Ал бұл хайдрейт өнімі не істейді? Бізде енді көптері фильтр қойып жатады да, иә. Ол фильтр дистиллированный сулар ғой, енді өлі сулар. Ал мынау суды тірілтеді. Яғни суды иондық кальциймен қамтамасыз етеді дағы, судағы шлактар, токсиндер бар ғой. Суда да паразиттер бар ғой енді. Соның бәрін тартып алады да, суды иондық кальциймен қамтамасыз етеді. Ал бұл суды, сол суды ішкен әрбір адам ағзада жаңағы адамның ағзасы тазалана бастайды. Және де бізге қосымша иондық кальций барады. Сондай өте тамаша несі бар. Иә, сондай. Мұны қалай қолданады сонда? Содан кейін адамның ағзасында pH төмендеген кезде, адамда қышқыл көбейген кезде паразиттердің де ол жерде жыбырлауы көбеюі сөзсіз да. Ал ол жаман ауруға шейін алып барады екен. Бізде қышқыл көбейген кезде. Сондықтан судың құрамындағы pH-ты нормаға келтіреді. Яғни 7-4-тен 9-5-ке шейін нормаға келтіріп тұрған кезде біз оны қолданамыз, біздің де ағзадағы қышқыл нормаға келе бастайды. Балансқа келеді, яғни қышқыл кетеді. Сонда 58 капсуласын қолданған кезде ана суға қосып ішсе, вообще керемет. Иә, жаңағы капсуланы ішіп аласыздағы, артынан осы мына хайдрейт қосылған өнімді суды ішіп отырасыз да. Қанша ішкен дұрыс? Мынау құрамы стиктан жасалынған, бір стик 2 литр суға. 4 литрға шейін болады екен бұл. Керемет. Сұрағыма жауап алдым. Сіздер жауап алдыңыздар деген ойдамын. Менімен бірге болған өзімнің тәлімгерім, Тараз қаласының тумасы Райхан Жаманқұлова ханым. Көшбасшымыз. Рахмет, Руслан, сөз бергеніңе.